аспаннан нөсер жаңбыр құйып, найзағай жарқылдап жатты. Мен ертерек көрпеме кіріп, телефонымнан видео көрмек болдым. Wi-Fi арқылы интернетке қосылмақ болғанымда, біртүрлі атауды байқадым. Мен 404-ші пәтердің төсегінің астындамын. Осыны көрген сәтте-ақ төбе шашым тік тұрды. Себебі мен дәл 404-ші пәтерде тұрамын, ал сол сәтте төсегімде жатқан едім. Қолым дір етіп кетіп, байқамай сол желіні басып қалдым. Шығып үлгерем дегенше интернет лезде қосылып кетті. Сигналы да өте күшті еді, яғни желі маған өте жақын жерде болатын. Дәл сол сәтте төсегімнің астында сыбырлай күлгендей дыбыс естілді. Бүкіл денем түршігіп кетті. Төсектің астына қарауға батылым жетпеді. Қазір мені және әлгі белгісіз нәрсені бір ғана матрас бөліп тұрғанын ойласам, алғашқы ойым қашу болды. Бірақ сабырға келуге тырыстым. Егер шынымен төсектің астында біреу болса, мен жерге секірген бойда аяғымнан тартып алуы мүмкін. Ал егер төсекте қала берсем, ол сыртқа еңбектеп шыққанда, мен қарсы жақтан секіріп қашып үлгеремін. Себебі төсектің астынан шығуға да аз да болса уақыт керек. Қазір ол мені әдейі қорқытып, асығыс әрекет жасағысы келіп тұр. Осыларды ойлап жатқанымда, кенет төсегімнің астынан мысықтың дауысы шықты. Әлде бұл менің мысығым? Мими. Ақырын ғана жерге түсіп төсектің астына қарадым. Расында да Мими сонда отыр екен. Жаңағы күлгенге ұқсас дыбыс та содан шыққан болып шықты. Бірақ оның жүні үрпейіп кеткен. Өзі қатты қорқып тұрғандай көрінді. Абырой болғанда Мимиден басқа ештеңе жоқ екен. Артық уайымдаппын. Біреу жай ғана Wi-Fi атауымен әзілдеген шығар. Бірақ арада жарты минут өтпей жатып есік соғылды. Осындай жаңбырлы түнде ол дыбыс ерекше қорқынышты болатын. Жүрегім тағы да дүрсілдей бастады. Есікке барып көшеден қарадым. Есіктің жанында бір адам тұр екен. Бетін көре алмадым. Тек жеткізушінің формасының жартысы ғана көрінді. Бірақ мен ештеңеге тапсырыс бермегенмін. Әлде мекен-жайды шатастырдым екен. Мен ештеңеге тапсырыс берген жоқпын. Қателескен сияқтысыз. Сырттағы ер адамның қарлығыңқы дауысы шықты. 404-ші пәтердегі Сия ханымсыз ба? Телефон нөміріңіздің соңғы 4 саны 8976 ма? Бұл шыменде менің деректерім еді. Әлде біреу мен үшін тапсырыс берді ме екен? Тапсырыс дәл осы үйге рәсімделген. Мен де күмәндана бастадым. Не әкелдіңіз? Қоңыр қант қосылған ыстық сусын. Мұны естігенде таныстарымның бірі жіберген шығар деп ойладым. Жақсы, есіктің алдында қалдырыңыз. Біраздан соң пакеттің жерге қойылған дыбыс естілді. Тағы бірнеше минут күттім. Көшеден қарадым. Дәліздегі жарық та сөніп қалыпты. Курьер кетіп қалған сияқты. Бірақ есікті ашқалы тұрғанымда денем тағы да сіресіп қалды. Бүгінгі түн біртүрлі өтіп жатыр. Әлгі жұмбақ Wi-Fi. Енді мына белгісіз тапсырыс. Қалай ойласам да бәрі күмәнді көрінді. Сөйтіп есікті ашпауға шешім қабылдадым. Біздің қабатта 4 пәтер бар. Мен 404-те тұрамын. Қарсы бетте 401 және 403 тұрады. Ал дәліздің ең соңында 402 тұрады. 402 пәтердің көшесінен бүкіл дәліз анық көрінеді. Телефондағы тұрғындар тобына жаздым. Ұйықтап қалған жоқсыздар ма? Біреу есігімнің алдында тұрма, қарап жібере аласыздар ма? Көп ұзамай жауап келді. Есігіңнің көшесі бұзылып қалды ма? Мұнда ешкім жоқ, тек жерде бір жеткізу пакеті тұр. Мен жеңілден салдым. Шынымен артық күмәнданған екенмін. Бірақ дәл есікті ашқалы жатқанымда телефоныма жаңа хабарлама келді. Бұл жолы қарсы беттегі 401-ші пәтердің қызы достыққа өтініш жіберіпті. Өтініштегі жалғыз сөйлем 402-ге сенбе. Біз бұрын ешқашан сөйлеспегенбіз. Неге ол кенеттен осылай жазды екен? Мен бірден өтінішін қабылдап, не болды деп сұрадым. Бүгін кешкі 8-де үйге қайтып келе жатқанымда 402 пәтердің тұрғынының сыртқа шығып кеткенін көрдім. Содан бері оның есігі бір ретте ашылған жоқ. Осыны қойғанда арқамнан мұздай тер шықты. Егер 402 үйде болмаса, онда тұрғындар тобында маған жауап берген кім? Мен есікке сүйеніп осының бәрін ойлап тұрдым. Кенет құлағыма әлгі әлсіз ғана тыныс алу дыбысы жетті. Денем тоқ соққандай селк етті. Барынша жайлап құлағымды есікке тақадым. Белгісіз біреудің тынысы дәл есіктің ар жағынан естіліп тұр. Дауыстың биіктігіне қарағанда ол еңкейіп немесе отырып алған. Бұл жаңағы жеткізуші еді. Ол ешқайда кетпеген. Есігінің алдында тұрып, менің ашқанымды күтіп отыр екен. Дәл сол кезде телефоным тағы дірілдеді. Бұл жолы 403-ші пәтердің тұрғыны топта мені белгілеп жазыпты. Жеткізуді алдың ба? Ашпай жатырсың ғой. Алмайтын болсан мен алып қояйын. Қарным қатты ашып тұр. Мен оған шықпа деп жазбақ болғанымда қарсы беттегі есік сарт етіп ашылды. 403 менің жауабымды күтпестен жеткізуді алуға шығып кеткен екен. Бұл маған аса таңсық емес еді.
Өйткені 403-тің ұсақ түйекті тегін алуға құмар екенін бәрі білетін. Бірақ ол есікті ашқаннан кейін небәрі 3 секунд өткенде дәлізді жаңғыртқан жан түршігерлік айқай естілді. Мен бірден көшеден қарадым, бірақ дәлізде ешкім жоқ екен. Жеткізуші де жоқ, 403-те жоқ. Тура сол кезде мысығым Мими тағы да мияулады. Мен артыма қарадым. Мими төсектің астына қадала қарап қатты үрейленіп тұр екен. Бірақ мен бірнеше рет тексерген едім ғой. Төсектің астында ештеңе жоқ болатын. Онда нені көріп тұр? Кенет сырттан бір есіктің жабылған дыбысы шықты. Дыбыс 403-ші пәтер жақтан келгендей болды. Мен бірден тұрғындар тобына жаздым. 403 неге кенеттен есік аштың? Сырттан не көрдің? 401-ші пәтердегі қыз да жазды. Неге айқайладың? Біраз уақыттан кейін ғана 403 жауап берді. Ештеңе көрмедім ғой, қандай айқай? Дәліз тым қараңғы болды, сүрініп құлап қалдым. Егер 403 ештеңе көрмесе, онда мен жаңа ғана есіктің ар жағынан естілген тыныс алу дыбысы не болды екен? Алғашында осыны тұрғындар тобына жазбақ болдым, бірақ сәл ойланып, жеке 401-ші пәтердегі Лусиға хабарластым. Луси әпке, 403 сыртқа шықпай тұрып, мен есіктің ар жағынан біреудің тыныс алғанын естідім. Сен бұған сенімдісің бе? Біреудің тыныс алғанына ұқсайтын дыбыс естілді, бірақ анық емес. 403 болса ештеңе естімегенін айтып отыр. Онда екі-ақ мүмкіндік бар. Не сен қателестің, немесе... Ол сөзін аяқтамады, бірақ жалғасын мен өзім түсіндім. Жүрегім атша тулап, үрей бүкіл денемді билеп алды. Жарайды, өзім тексеріп көремін. 401-ші сыртқа шығатынын айтқанда мен дереу шықпаңыз деп жаздым. Уайымдама, мен соншалық ақымақ емеспін. Есігімнің үстінде кішкентай терезе бар. Сол жерден видео түсіріп жіберемін. Көп ұзамай ол маған видео жіберді. Кадрда қараңғы дәліз ғана көрінеді. Әзер дегенде қабырғалардың сұлбасын ажыратуға болады. Расымен де дәлізде ешкім жоқ. Жеткізу пакеті де жоқ. Ештеңе де жоқ. Дәл сол кезде тағы хабарлама келді. Бұл жолы төменгі қабаттағы 303-ші пәтердегі тұрғын Зейнеден еді. Ол осы үйдегі менің жалғыз досым болатын. Зейни мұғалім, ал күйеуі Даюн полиция қызметкері. Екеуі жуырда ғана үйленген. Жаңа жоғарыда біреу айқайлаған сияқты. Кім болды? Айтпақшы, 403-тің жуынатын бөлмесінен судың ағып жатқан дыбысы тоқтамай тұр. Ұйықтай алмай жатырмын. Осы хабарламаны оққан соң менің 403-ке деген күдігім одан сайын күшейді. Мен бірден жаңа топ ашып оған 401-дегі Лусины, 303-тегі Зейниді, оның күйеуі Даюнды қостым. Сосын бүгін кештен бері болған оқиғаның бәрін егжей-тегжейлі айтып бердім. Үйдің ішінде қауіпсіз адам болуы мүмкін, ешкім сыртқа шықпасын деп ескерттім. Яғни біреу үйге заңсыз кіріп алды деп күдіктеніп тұрсың ба? Нақты білмеймін, әлгі тыныс алу дыбысы анықтай емес. Мен жаңа ғана кішкентай терезеден видео түсірдім, дәлізде ештеңе жоқ. Ол видеоны қайтадан топқа жіберді. Бәрібір біртүрлі болып тұр. Барынша сақ болғанымыз дұрыс. Wi-Fi-дің атауы, Мимидің оғаш қылығы, 403-тің айқайы, жуынатын бөлмеден аққан су, барлығы бір-бірімен байланысқандай. Бірақ ең маңызды бір нәрсені байқамай жүргендей сезім кетпеді. Осы кезде осы уақытқа дейін үндемей отырған Даюн жазды. Дәліздегі видеодан біртүрлі нәрсе байқадыңдар ма? Полиция болғандықтан оның байқампаздығы бәрімізден жоғары еді. Мен видеоны қайта-қайта қарадым. Қап-қара дәліз, ештеңе көрінбеді. Сөйтіп ештеңе байқамадым деп жауап бердім. Даюн қайта жазды. Бір жердегі еденнің түсі өзгелерден қою екенін байқамадыңдар ма? Оның сөзінен кейін видеоны тағы үлкейтіп қарадым. Шынымен, менің есігімнің жанындағы плитканың үстінде ретсіз жайылған қою қара дақ тұр екен. Сұйықтыққа ұқсайды. Бұл қан ба? 403 өзін құлап қалдым деді. Тіпті жарақат алғанның күніне өзінде мұнша көп қан ағуы мүмкін емес қой. Ойланып тұрғанымда Даюн тағы сұрады. Сен кеше үйге келгенде есігінің алдында осындай дақ болып еді? Жоқ, нақты есімде. Онда ештеңе болған жоқ. Жақсы, мен полиция шақырдым. Ешқайсың үйден шықпаңдар. Сосын ол тұрғындар тобына 403-ті белгілеп, сен жарақат алдың ба? Біраздан кейін 403 жауап берді. Жоқ, терім сәл ғана сыдырып қалды. Онда 404-тің есігінің алдында қан қайдан шықты? Мен бұл сұрақты оқып өзімде селк еттім. Даюн ештеңені айналдырмай тура сұрап отыр. 403 жауап берді. Қандай қан? Ол мен алып шыққан қоңыр қант қосылған сусын ғой, жерге төгіліп кетті. Өзімнің үстіме де шашырады, сондықтан үйге кіріп бірден жуынуға кеттім. Егер расында солай болса, есіктің алдында қара дақ та түсінікті. Дәл сол сәтте Мими тағы да мияулады. Мен артыма бұрылдым. Сол кезекте төбе шашым тік тұрды. Өйткені төсегімнің матрасы ақырын ғана қозғалды. Мен төсегімнің астын қанша рет қарадым, бірақ матрастың өзін бірде-бір рет тексермеппін. Ал оның іші ересек адам сиятындай қалың болатын. Мимидің ес сезуі өте күшті, сондықтан оның матрастың ішіндегі бірдеңені баяғыда-ақ сезіп қойған. Сол себепті осынша мазасызданып жүрген екен. Қорқыныштан ләззат алатын есі ауысқан адам.
Ол менің матрасымның ішінде тығылып жатыр, тіпті Wi-Fi атауын да әдейі өзгертіп, менің үрейленгенімді тамашалап отырған. Бұл нағыз психопат. Сол сәтте ойыма тек бір нәрсе келді: қашу. Матрастың ішінде адам болса да сыртқа шығуына біраз уақыт керек. Ал мен дәл қазір есіктің алдында тұрмын. Дұрыс сәтті пайдалансам, қашып үлгеруім мүмкін. Қалай қашатынымды ойлап тұрғанымда телефоным тағы да дір етті. Бұл жолы 303-тегі Цзени топта мені белгілеп жазыпты. Сия, Дайон, бүгін түнгі ауысымда үйде жалғыз қалуға қорқып тұрмын. Саған бара жатырмын. Мен қарсы жауап жазып үлгермей жатып, 401-дегі Лисуды жазды. Жоқ, барма, үйде не болып жатқанын ешкім білмейді. Күйеуіңнің өзі үйден шықпаңдар деді ғой. Цзени болса: бірақ мен сендердің қабатқа жетіп қалдым. Сол сәтте дәлізден аяқ дыбыстары анық естілді. Жаңбырлы тыныш түнде тар дәлізде әрбір қадам қатты жаңғырып тұрды. Оны мен де Лусы да анық естідік. Лусы тағы жазды: неге сөз тыңдамайсың? Цзени болса: қатты қорқып тұрмын. Полиция келгенше Сиямен бірге күтемін. Менің ойым сансаққа жүгірді. Көз алдында қозғалған матрас. Ең дұрыс шешім үйден қашып шығу. Бірақ дәл қазір Цзени менің есігіме келе жатыр. Егер шынымен әлгі психопатпен бетпе-бет келсек, екі адам бір адамға қарсы тұрса, аман қалу мүмкіндігі көбірек шығар. Көп ұзамай аяқ дыбысы дәл есігімнің алдына келіп тоқтады. Ешкім есікті қақпады. Ешкім атымды дауыстап шақырмады. Оның орнына топта жаңа хабарлама пайда болды: Сия, тезірек есікті аш, мен есігімнің алдында тұрмын. Сол сәтте ішім бірден жамандықты сезді. Егер шынымен Цзени болса, неге жай ғана есікті қағып дауыстап шақырмайды? Осыны ойлап мен есіктің көшесінен сығалап қарадым. Сыртта шынымен 303-тегі Цзенидің жүзі тұр. Бірақ қараңғы дәлізде оның беті тым ағарып кеткендей көрінді. Мен әлі де күмәнданып тұрғанымда телефоным тағы безілдеді. Тезірек есікті аш, біреу баспалдақпен көтеріп келе жатқан сияқты. Мен есікті аша алмадым, өйткені оның әрекеті мүлде қалыпты емес еді. Бірақ егер сыртта шынымен Цзени болса ше, осы үйдегі жалғыз досым. Оны тағдырдың тәлкегіне тастап кете алмаймын. Сол кезде ойыма бір амал келді. Мен есікке қарап: Цзени, есігім ашылмай қалды. Ішінен аша алмай тұрмын. Есіктің алдындағы төсеніштің астында қосалқы кілтті алып, сыртынан ашып кіре салшы. Айтып болған соң көзімді қайтадан көшеге тақадым. Сырттағы аппақ киіп төсеніштің астына қарай бастады. Оның осы әрекетін көргенде жүрегім ұстап кетті. Өйткені бұл адам Цзени емес еді. Бұрын мен шынымен де қосалқы кілтті төсеніштің астына қоятынмын. Бірақ бір күні Цзени бұлай істеу өте қауіпті деп ескерткен. Содан бері ол жерге кілтті қоймағанмын. Ал шынайы Цзени мұны жақсы білетін. Мен жайлап жерге жатып есіктің төменгі тар саңылауына қарадым. Сыртта екі адам тұр екен. Біреуі бүйір жақта спорттық аяқ киім киіп тұр. Екіншісі дәл есіктің алдында. Аяғында Цзенидің ең жақсы көретін кедайы бар. Сол сәтте бәрі көз алдыма елестеді. Әлде бір ер адам Цзенидің жансыз денесін көтеріп ұстап, мені алдау үшін көшенің алдында әкеліп қойған. Ол менің есікті ашқанымды күтіп тұр. Мен ақырын артқа шегініп ас үйдегі жеміс кесетін пышақты қолыма алдым. Келесі сәтте есіктің сырттан ауыр бір нәрсенің құлаған дыбысы шықты. Сірә әлгі адам Цзенидің денесін ұстай алмай түсіріп алған сияқты. Артынша есігім тарсылдай жөнелді. Телефонымда тоқтаусыз хабарлама қабылдай бастадым. Сия, есікті аш, оны кіргіз, ештеңе болмайды. Бұл хабарламаларды 402 мен 403 жіберіп жатыр екен. Бірақ мен енді олардың жазып отырғаны кісі өлтіруші екенін түсіндім. Олар мені тек есікті аштыртуға тырысып жатыр. Сол кезде 401-дегі Лусы жеке хабарлама жіберді: ешқашан есікті ашпа. Мен есігімнің үстіндегі кішкентай терезеден қарап тұрмын. Сенің есігің алдында қолында балтасы бар бір ер адам тұр. Ал 303-тегі Цзени жерде жатыр. Ол өлген сияқты. Осы уақытқа дейін бәрі тек болжам еді. Ал Лусының өз көзімен көргенін оққанда көзімнен жас еріксіз ағып кетті. Сен есігіңді ашпа, үйде жасырын деп жауап жазып жібердім. Уайымдама, мен жағдайды кішкентай терезеден бақылап отырмын. Мен тағы да көшеден қарадым. Әлгі адам кетіп қалды ма екен деп ойладым. Кенет ол басын бұрып қарсы беттегі 401-ші пәтерге қарады. Мен бірден Лусыға жаздым: қарама, ол сені байқап қалған сияқты. Бірақ жауап келмеді. Оның орнына балтамен есікті шаба бастаған дыбыстар естілді. Бітті. 401-дің есігі кәдімгі ағаш есік болатын. Ол балтаға шыдай алмайды. Мен көшеге қарауға батылым жетпеді. Қолымдағы пышақты бар күшімен қысып отырдым. Көп ұзамай азапқа толы жан дауысы шықты. Мен оның Лусы екенін бірден түсіндім. Ол да қаза тапты. Сол кезден бері анық болды. Есігімнің алдында қою сұйықтық. Ол қоңыр қантты сусын емес, бұл 403-тің қаны. 403 әлдеқашан өлтірілген, ал оның телефоны кісі өлтірушінің қолына түскен. Сондықтан топтағы 303, 402, 403 атынан жазылған барлық хабарламаны өлтірушінің өзі жіберген. Яғни олардың үшеуі де бұрын өлтірілген. Енді Лусы да өлді. Барлығы 4 адам.
бірақ кенет тағы бір нәрсе есіме түсі. Даюн ше, Сенейдің күйеуі түнгі кезекте деді. Бірақ ол шынымен жұмыста болса да телефондағы хабарламаларды көрер еді. Ол ешқашан әйеліне дәл осындай қауіпті жағдайда үйден шығуға рұқсат бермес еді. Демек, Даюн да әлдеқашан өлтірілген. Сонда осы үйде тірі қалған жалғыз адам мен ғана едім. Дәл сол кезде Мими тағы да төсегіме қарап мияулады. Осы бір ғана дыбыс мені үмітсіздікке түсірді. Себебі матрастың ішінде жасырынған психопат әлі де сонда. Сыртта да жау, іште де жау. Бітті. Сол кезде есік тағы қағылды. Сырттан ер адамның дауысы шықты. Сәлеметсіз бе? Біз полициямыз. Қоңырау сізден түсті ме? Есікті ашыңыз. Полиция дегенді естігенде қуаныштан жүрегім жарыла жаздады. Көшеден қарадым, шынымен полиция формасын киген адам тұр. Даюн шақырған полиция ақыры келген екен. Мен есікті ашқалы қолымды создым, бірақ кенет тоқтап қалдым. Бір нәрсе дұрыс емес. Полиция Даюн шақырған болса, неге олар алдымен 303-ке емес, бірден маған келді? Оның үстіне есіктің алдында қан болып жатыр. Неге әлі полиция оны мүлде көрмегендей? Осыны ойлаған сәтте қолымды қайта тартып алдым. Есікті ашпайтынымды түсінген соң, сырттағы адамдар темір есікті балтамен ұра бастады. Абырой болғанда менің үйімде 2 есік бар. Сыртқысы темір, қауіпсіз есігі. Бірнеше рет шапқаннан кейін аша алмай қойған сияқты ақыры кетіп қалды. Бірақ мен оның жай кеткеніне сенбедім. Ол үйге басқа жолмен кірмек. Мен кештен бері болғанның бәрін қайта саралай бастадым. Алдымен 402-ні өлтірді, содан кейін 403-ті. 403 менің жеткізуімді алуға шыққанда әлі тірі болған. Дәл есік алдында өлтірілген, бірақ 303 пен Даюн үйден шықпаған. Онда олар қалай өлді? Осы сұраққа жауап таба алмадым. Сол кезде көзім терезеге түсті. Кенет бәрі түсінікті болды. Терезе. Өлтіруші алдымен 403-ті өлтіріп, оның терезе арқылы төмендегі 303-ке түскен. Ал енді 504 пен менің тереземме түспек. Не өмір, не өлім. Бәрі дәл қазір шешіледі. Шынайы полицияны күтуге уақыт жоқ. Өзімді өзім құтқаруым керек. Мен матрасқа қарап, кенет өте тәуекелді жоспар ойлап таппым. Лезде төсектің астына кіре кеттім. Дәл сол мезетте терезем быт-шыт болып сындырылды. Өлтіруші жоғарыдан өрмеле түсіп келген. Мен демімді ішке тартып қимылсыз жаттым. Көп ұзамай ер адамның аяқ киімі көзіме көрінді. Ол маған жақындай берді. 30 сантиметрдей қалған кезде мен бар күшіммен пышақты матрасқа сұғып жібердім. Матрастың ішінен ер адам жан дауысы шықты. Бұл айғай бөлмеге енген өлтірушіні де шошытып жіберді. Ол бірден балтасымен төсекті шаба бастады. Дәл сол сәтті пайдаланып, мен бар күшіммен пышақты оның аяғына сұғып жібердім. Бір рет, екінші рет ол азаппен айғайлап жерге құлап түсті. Мен 1 секундта кідірмедім. Төсектің астынан атып шығып есікке қарай жүгірдім. Баспалдақпен төмен қарай бар күшімен жүгіріп түстім. Сол кезде сырттан полиция көлігінің сиренасы естілді. Бұл жолы шынымен де полиция келген еді. Ақыры мен аман қалдым.